Саламатсыздармы балалар? Балалар, көңіл күйіңіз қалай? Тамаша балалар. Үйге қандай тапсырма беріледі? Айта қойшы. Илья Шамсыбековтың «Құлагер» поэмасы. Балалар поэманы оқып келіп пе? Жақсы. Онда осы бүгінгі шығарманы талдау үшін балалар, бүгін біз 3 топқа бөлініп отырмыз. Бірінші топтың аты аттың сымы. Сендер осы өздерінің топтарың бойынша атқа қандай сын беріп, соны талдап алдыңарындағы жұмыстарын орындайсыңдар. Келесі, екінші топ. Сіздердің топтарыңыздың аты бәйге. Осы бәйгеде қандай оқиғалар болды? Соны өздеріңіз суреттеп айтып келесіздер. Үшінші топ құлагердің шабысы дейді. Бұл жерде құлагердің шабысы қалай аяқталды? Сәтті ме? Жоқ әлде сәтсіз бе? Бүгінгі талдауымыз осы тақырыпта болады. Бүгінгі балалар сабақта біздің мақсатымыз оқушыларға ақын жайында мәлімет беру, құлагер поэмасының мазмұнын ашу, алған білімдерін сабақ барысында толықтыру, қойылған талаптарды іске асыру, оқушылардың тілін, ойлау, сөйлеу қабілеттерін дамыту, сөздік қорларын байыту, сабаққа деген қызығушылықтарын арттыру, оқушыларды имандылыққа, шыншылдыққа баулу. Балалар, Илья Шамсыбековтың қандай шығармаларын білесіңдер? Нұржан? Құлагер, күйші, дара, тағы басқа. Жақсы. Ал балалар, осы құлагер поэмасында не жайында айтылады? Не туралы екен балалар? Білдік пе? Сымбат? Жалпы «Құлагер» поэмасында бәйге туралы, бірақ та оның мазмұнына келер болсақ, ол жерде кедейлер мен байлардың арасындағы айырмашылық, сол теңсіздікті көрсеткен әлеуметтік жағдай сол заманның. Ақынның мақсаты қазіргі замандағы әлеуметтік жағдай мен сол заманның жағдайын сипаттау, соларды салыстыру болып отыр. Келесі. Шапақ өз ойын қоса ғой. Құлагер поэмасында адам мен жануардың арасындағы достықты көрсеткен. Бұл жерде ақынның айтқысы келіп отырғаны достық тек адам мен адам арасында емес, адам мен жануар арасында да бола алады. Мысалға, ақан сері мен құлагер. Ақан сері құлагер мерт болған кезде оны зарлап, оған қайғырып отыр. Қанекей, Илья Шамсыбеков қандай ақын? Илья Шамсыбековтен неліктен құлагер ақын деді? Осыны кім түсіндіріп бере алады маған? Кім айтады екен? Сандуғаш? Илья Шамсыбековты құлагер ақын деп атаған себебі, ол өзі жырлаған құлагер екеуінің ажалы бірдей болды. Яғни тағдырлары ұқсас болғаннан кейін құлагер ақын деп атады. Себебі Илья Шамсыбеков құлагер сияқты өмірі ұзақ болған жоқ. Өмірден ерте кетті. Отыра ғой. Не себептен? Не себеп болды? Неліктен? Ол құлагер ақын деп айтып жатыр. Мінекей. Тағы да толықтыратын бар ма екен? Қадиша, айта ғой. Себебі Сталин репрессияға түскендіктен жастайынан кетті. Репрессияға ұшырады. Репрессияның құрбаны болды. Жазықсыздан жазықсыз жауға шықты. Ал балалар, онда қазір топтық жұмысымызды бастайық.
Қанекей, жұмыстарыңызды аяқтадыңыздар ма? Қай топ дайын екен? Ал, таныстыра қой. Бұл жерде ат сыншысы Күреңбай сипаттамалары берілген. Ол шыншыл, жанашыр, себебі құлагер жеңетін болса да батыраш оған жол бермейтін еді. Себебі ол өзінің көптігін жеңгенін қалады ғой. Сондықтан Күреңбай Ақанға айтқан болатын. Қатыстырмай-ақ қой деп, бірақ Ақан оны тыңдамады. Бұл оның жанашырлығын көрсетеді. Ол әділ ат сыншысы, себебі құлагердің жеңіп шығалатынын тек қана Күреңбай ғана көрген болатын. Жарқын жанды, сонымен қатар құлагердің сипаттауы, ең жүйрік ат екенін жұртты таңғалдырып сипаттағаны, мықты сыншы болуы, және мына жерде үзінділермен оның құлагердің қандай екенін көрсетіп айтқаны бойынша жазылған. Бізде Батырашбай тақырыбы, біз Батырашбайдың қандай адам екенін көрсеттік. Кіші кезінен аққа қызыққан сыншы, сараң, Алтайдағын асырған бай, өзімшіл, басына сөз асырмаған, арампил болды. Қызғаншақ атбегі, және де ол құлагерді өлтіргеннен кейін мәңгілік халық қарғалысына қалған адам. Соған байланысты бізде құлагерді өлтіргенде алдым несін, әркімдің тәңірін берген несі десін. Қос қылған жануарым құлагерге жалғызға бар тілегім өлім берсін деген өлең жолдары айтылған. Және де би болсаң би шығарсың, алтайыңда тілімді терезем тең татайым бар, көгіңді бөктерсем алтына сенікі, шапса да әкең мініп байталына деп Ақан сері айтылған кезде Батыраштың ызасын кетіріп намысына тиеді. Сол кезде сол себепші болады құлагердің өліміне. Қанекей, бағалайықшы. Көрсетіңізші қолдарыңызды, бас бармақ әдісін көрсете қойыңызшы. Атар, даңқ, яғни өзінің аты осы бәйгеден озып келді, Батыраштың аты бәйгеде озып келді деген сондай атаққа ие болғысы келді. Сондықтан да ол өздерінің көркем фильмнен тамашалағандай, ол қайтты адамдарға. Не істейік? Осы бәйгеде құлагер озып келе жатыр деген кезде не деді? Құлагердің көзін құрт дегендей көзіменен қайтты балалар. Белгі берді, иә? Топты бағалайықшы. Иә. Алсын бар. Сен өзің ойыңды айта қойшы. Менің ойымша бұл жерде кейбір мәліметтер жетіспеді, себебі Батыраштың неліктен бәйгеде жеңгісі келгенін айтылған жоқ. Содан кейін Батыраштың ішкі дүниесінің терең анықталған жоқ, соның ішкі дүниесі қандай екенін. Тек қана кішкентай сөздермен оны бейнелей салғандықтан мен орташа балл қойып. Ал балалар, қанекей үшінші топтың талдауын тыңдайық. Біз үшінші топ құлагер шабысы. Бұл жерде құлагердің шабысы сәтсіз болады. Себебі Батыраш оған қастандық жасады. Құлагердің өлімі асыл Ақан үшін өте ауыр болды. Ол айдалада құлагердің басын құшақтап көзін еріксіз жасалады. Өйткені бұл жерде құлагер мен Ақын арасында өте жақсы байланыс болады. Қайталанбас. Онда бүгінгі сабаққа кері байланыс жасайық. Қазір есімдерде кері байланыс қараған таратамын. Сол бойынша өздерің осы сабақта сонымен бірге осы жалпы құлагер поэмасы бойынша сендерге не қызық болды? Одан кейін осы поэмада қандай құнды нәрселер болды? Және сендердің көңілдеріне қандай бір қиындық туғызатын жағдайлар болды? Қызық болған жері елдің түкпір-түкпірінен мұңшыз жүйрік қосылғаны сайдеге. Құндысы жануар мен адамның бауыр басуы. Қиын сәті Ақанның құлагерден еріксіз жас төгіп айырылған сәті. Яғни тек қана адамдар мен адамдардың арасында ғана емес достық.
яғни жануар менен адамның арасында да осындай достық болады екен, қимастық болады екен. Тамаша. Ал балалар, бүгінгі сабаққа жақсы қатыстыңдар. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды бағалайық. Сіздерге стикерді таратайын. Балалар, қане күнделіктеріңді аша қойыңдар. Үйге тапсырма аламыз. Үйде балалар құлагер поэмасын мәнерлеп оқу. Менің құлагерім деген тақырыпта есте жазып келесіңдер.